Сәлеметсіздер ма? Мен Қыдырова Матина Рапылбековна 25 жыл гинеколог болып еңбек етіп келемін. Бүгінгі тақырыбымды бедеулікке арнағым келеді. Бедеулік деген негізінде бөлек алынатын ауру емес, көптеген себептерден кейін ғана болатын құбылыс. Егерде үйленген қыз-келіншектер 30 жасқа дейін жігітімен қалыпты жағдайда кездесіп жүріп 1 жылдың ішінде көтермесе, оған ем іздеу керек болады. Ал 30-дан асқан қыздар 6 айдың ішінде көтермей жатса, оған да ойландыратын нәрсе болады. Бедеулікке әкеліп соқтыратын себептердің бірі овуляцияның дұрыс болмауы, түтікшелердің өткізбеуі, воспалительный процесс дейміз, миома, полип дейміз, спаечный процесс дейміз. Инфекциялардың ішіндегі ең қауіптісі хламидий, уреплазма болып келеді. Эндометриоз тела матки деген диагноз болып келеді. Солардың нәтижесінен тағы да көп жерлерде темекі шегетін қыздарда, арақ, ішімдікпен қолданатын қыздарда да солай болып тұрады. Ары қарай емделем деген қыз-келіншектер дәрігерге барғасын, оның тапсырылатын анализдері болады. Ол общий анализ крови дейміз, қан талдамалары, УЗИ, түтікшені тексеру, инфекцияларға анализ, суыққа анализ тапсырылады. Жігітімен келіншектің бірге осылай келіп анализ тапсырып, бірге емделгенінен нәтиже жақсы болады. Жалғыз ғана келіншекті емдей берген ол дұрыс жағдай емес. Қазіргі уақытта көп бедеулік жігіттерден де болып жатады. 50% деп те атауға болады. Тағы да толық ақпарат алу үшін төмендегі нөмірге хабарласуға болады.